Ассаляму алейкум барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Каналға біраз уақыттан кейінгі үзілістен кейін қайта оралып отырмын. Барлықтарыңызға рахмет, жаңадан тіркеліп жатқан оқырмандарға, бұрыннан бар оқырмандарға да алғысым шексіз. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға береке, ынтымақ, сондай берекелі табыс, отбасыларыңызға қуаныш, шаттық тілеймін. Құрметті оқырмандар, бүгінгі тақырып медитация жасауға болады ма? Осы тақырыпты тереңнен ашып қозғайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лүпілдетіп қойсаңыздар қуанышты болатын едім. Жалпы медитация латын тілінен аударғанда терең, ұзақ ойлау, пікір қылу деген мағынаны білдіреді. Медитация туралы сөз қозғалғанда көз алдымызға ең алдымен лотос позициясында отырған монахтар елестейді. Алайда оның көрінісіне қарамай, тілдік мағынасымен қарар болсақ, жалпы пікір ету, зікір ету ислам дінінде де бар. Алла тағала Құранда былай дейді: асылы көк пен жердің жаратылысында, түн және түннің ауысуында ақыл иелері үшін сөзсіз белгілер бар. Алланы тұрып та, отырып та, жантайып та есіне алып және көк пен жердің жаратылысы туралы ойланып былай дейтін: Раббымыз, сен мұны босқа жаратпадың, сен пәксің, бізді тозақ азабынан сақтай көр. Әли Имран сүресі 190-191 аяттар. Ал келесі аятта бұл мысалдарды адамдарға Алланың құдіреті туралы ойлану үшін келтіреміз деген. Бұл аяттар Құран аяттарын терең түсіне отырып, Алла тағаланы еске алып, ұлықтығын пікір етуге шақырады. Алайда қазіргі таңда индуизм мен буддизмнің негізі болып табылатын медитация түрі ислам дініне қайшы. Өйткені онда индуизм мен буддизмнің құлшылық түрі әрі Алла тағалаға серік қосу бар. Сондықтан шариғатымызда ондай медитация түріне қатаң түрде тыйым салынады. Сондай-ақ бұл жерде басқа қауымға еліктеу бар. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кім бір қауымға ұқсаса, ол солардан деген. Ислам дінінде өзге дінге еліктеп ұқсауға мүлдем болмайды. Көбіне адамдар медитацияға күйзелістен арылып, мазасыздықты азайту, миды жүйелеу, өзіне сенімділік ояту секілді мақсатпен жүгінеді. Ислам діні мұндай мақсаттарға Алланың разылығын ала отырып жететін мынадай амалдарды ұсынады. Оның біріншісі тәфәккур, пікір ету. Тәфәккур жаратушының ұлылығын, құдіретін, мейірімін пікір етіп ой жүгірту. Алла тағаланың ұлықтығын пікір ету өте маңызды. Өйткені қазіргі таңда күнделікті өміріміз бізді үнемі дүниемен шұғылдандырады. Әр адамның жан дүниесінде бостық бар. Сол бостықты Алла тағаланың ұлықтығын пікір ете отырып толтыру қажет. Алла тағаланың ұлықтығын пікір ету бұл дүниеге берілуден сақтайды. Сондықтан әр парыз намазынан кейін кем дегенде 5 минут тыныш отырып, Алланың ұлықтығы, бізге берген нығметтері туралы ойлап пікірлеуіміз керек. Ал екіншісі шүкірлік ету. Аллаға шүкірлік ету қанағат пен шүкірлікке үйретіп қоймай, Алла тағалаға жақындатады. Әрқайсымыз белгілі мөлшерде шүкірлік етеміз. Кейде бір адамдардың мүгедектігі, кедейлігі секілді нәрселерді көріп, Алланың бізге бергеніне шүкір етеміз. Алайда біз Аллаға үнемі шүкірлік етуіміз керек. Омар бин Абдул Азиз, Алла оған разы болсын, Алланың нығметтері туралы ой жүгірту ғибадаттың ең жақсысы деген. Үшіншісі оңашалану. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, уақи түсуден бұрын Хира үңгіріне барып, қоғамында болып жатқан оқиғаларды ой елегінен өткізетін. Пайғамбарлық келген соң, әр Рамазан айының соңында 10 күнінде ихтикафқа кіретін, әрі сахабаларын да ихтикафқа отыруға шақыратын. Оңашаланған уақытта үнсіз отырған абзал, өйткені үнсіздік арқылы адам жүрегін ести алады. Суфиян Сәури: үндемей тыныш отыру ғибадаттың ең әуелгісі деген. Ал төртіншісіне келер болсақ, ол зікір ету. Зікір ету Алла тағаланы ұлықтау және мадақтау сөздерін қайталау. Бұл зікірлерді көбінесе ойланбастан тез-тез айтамыз. Зікірді ой жүгірту арқылы орындау жүректі жаман ойлардан тазартады. Сондықтан әрбір зікірді асықпай, ойланып, сезініп айтқан дұрыс. Бесіншісі Құран оқу. Кез келген уақытта Құран оқу. Мысалы, қиындыққа тап болсаңыз, дереу дәретіңізді алып Құран оқыңыз. Құран оқу арқылы да адам рухани байып, жаман мінез, жаман ойлардан тазарады.
Қорыта айтқанда, мұсылман адам рухани жоғарылау, жан дүниесі тынышталу, Алланың разылығына жету үшін жоғарыда аталған шариғатымызда рұқсат етілген жолдарды ұстанғаны жөн. Ал дінімізге қайшы келетін өзге діннің құлшылық түрлеріне еліктеуге рұқсат етілмейді. Міне оқырмандар, медитация жасау біздің дінімізге қарама-қайшы екен. Сіздерге ақпарат пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыра кетіңіз. Әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызға береке, қуаныш, шаттық тілеймін.